Баршаңызға сәлем, қалдарыңыз қалай, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін үй жағдайында тауық қанаттарына кепси дайындайтын боламыз. Видеоны өткізбей соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен тауық қанаттарын жуып тазалап аламыз. Одан кейін тауық қанатын екіге бөліп, дәл осы видеода көрсетілгендей бізге қажет емес артық жерін кесіп алып тастаймыз. Қазақша контенттің дамуына үлес қосып, әрі менің каналымның дамуына атсалысып салған видео рецептерге лайк басып пікір жаза отырыңыздар. Әрі қарай тауық қанаттарына тұз, ащы қызыл бұрыш, паприка, қара бұрышты саламыз. Үстіне салқын су құямыз және 2-3 тісше сарымсақты да үкіштің көзінен өткізіп саламыз. Енді осы маринадты 3-4 сағатқа холодильникте ұстаймыз. Маринадымыз одан да ұзақ уақыт тұрса өте дәмді болып шығады. Тауық қанаттарын ұнға аунататын боламыз. Ұнға паприканы қосып араластырып аламыз. Енді осы тауық қанаттарын ұнға салып аунатып аламыз. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, каналға тіркеліп қойыңыздар. Тауық қанаттарын ұннан алғаннан кейін қайтадан жаңағы маринадқа саламыз. Барлығын осылай біркелкі араластырып, қайтадан ұнға саламыз. Осылай екі қайтара ұнға аунатып аламыз. Табамызға майды қыздырып алып, орташа отта кепсиді пісіріп аламыз. Бір жағын 3 минуттай, келесі бетін тағы 3 минуттай ұстап пісіріп аламыз. Пешіміздің асты қатты отта болмауы керек. Міне осылай қызартып барлығын пісіріп аламыз. Міне үй жағдайындағы кепсиіміз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Ұнаса лайк басып, пікір жаза отырыңыздар.